Құрметті достар, бүгін сіздерге асқан асыл сыйлық туралы ертегіні айтып беретін боламын. Ілгері өткен заманда Отырар шаһарында бір саудагер болыпты. Оның 3 қызы бар екен. Күндердің күнінде саудагер алыс елдерге сауда жасауға аттанбақ болады да, 3 қызын шақырып: «Ал, шырақтарым, мен алысқа сапар шеккелі отырмын. Сендерге не сыйлық әкелейін, қалауларыңды айтыңдар», дейді. «Әке, маған бір тізбек ең асыл маржан әкелерсің», дейді үлкені. «Ал маған», дейді ортаншысы, «көйлектік ең әдемі жібек әкел». Екі қыздың айтқанын тыңдаған саудагер сүйікті кенже қызынан: «Ал, саған қандай сыйлық әкелейін?» деп сұрапты. «Жан әке, егер сіз аман сау оралсаңыз, содан артық сыйлық болмас. Ал егер сыйлықты атауға жет болса, онда қай елде болсаңыз да пісірген наныңыздың күлін тастамай жинап әкеліп беріңіз», дейді ол. Саудагер қызының тілегіне таңданғанымен қарсы сөз айтпады. Әр елді аралап саудагер ұзақ жүреді. Қайтатын мезгіл таянғанда қыздарының тілегін орындап, бағалы сыйлықтарын алады да елге қайтуға жиналады. Үйде қыздары оны асыға күтіп отырады. Үйге аман есен оралған әкесі екі қызына бағалы сыйлықтарды беріп, кенжесіне күл салған дорбаны ұстатып тұрып: «Қызым, мен сенің де тілегіңді орындадым, бірақ осындай сыйлық әкелгеніме өзім ұялып тұрмын», дейді. Қызы үндемейді. Дорбаны алып, аузын ашып қояды да сүйікті итін шақырады. Ит күлді иіскейді де мұрнын шүйіріп теріс қарайды. Иттің әрекетін көрген қыз әкесіне: «Жан әке, жат елде біреу сізді нанмен уландырмақ болып, нан пісіретін отқа у тастаған екен. Егер осы у денеңізге дарығанда ауырып қалар едіңіз. Қайтыс болуыңыз да мүмкін еді. Ал сіз деніңіз сау, аман оралдыңыз. Осы маған ең асыл, бағалы сый», дейді. Саудагер бұдан соң кенже қызын бұрынғысынан да ерекше жақсы көріпті. Ертегінің соңы.